Сәлем достар, бүгін сіздермен памятті қалай тазалауға болады, яғни Android телефонда памятімізді қалай тез 1 минутта тазалау жолын үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар, себебі алда талай осы телефонға байланысты көптеген видеоларды салатын боламын. Енді бізде ең алдымен бізге керек қосымша, бұны тазалау үшін ең алдымен біз тек қана өзінің телефонда ғана тазалауға болады. Мысалы, настройка ең бірінші жолын көрсететін болсам, настройка кіріп, сосын мына жерде бізде өздеріңіз білетіндей приложенияға кіріп, мысалы галереяның болса, осының жеке памятын тазалап шығып кетсеңіз болады. Мысалы память деп, және мына жерде очистить кеш деген бар, және де осыны басу арқылы сіз өзіңіздің памятыңызды тазалай аласыз. Және де одан кейін осылай жасағаннан кейін осы бір жолы нені осылай приложение кіріп, мысалы WhatsApp болсын, бизнес WhatsApp'ыңыз болсын, немесе YouTube'ды болсын, любойын кіресіз, YouTube'a кіресіз, не астында память деген жер тұрады. И осыны басасыз, сосын очистить кеш дейсіз. Осы арқылы да сіз көптеген памятыңызды босалта аласыз. Және де енді бізде екінші жолы, мысалы Телеграмда осылай үстінен басып тұрасыз. Мысалы, сізде Telegram болса, осылай үстінен басып тұрсаңыз, мына жерде қазақша ұқсас думалақ тұр ғой, мынау. Сіздерге сызып көрсететін боламын. Мынау. Мына жерде осының төбесіндегі басасыз. Және де осыған кіріп, памятті деп, сосын очистить кеш дегенді басасыз. Және де управление памятью дегенді басу арқылы да сіз біраз памятыңызды тазалай аласыз. Яғни фото, видеоларды осы жерден очистить етіп тастауыңызға болады. Мысалы, Телеграмда өзінен өзі ашылып көптеген каналдарға тіркелген болсаңыз, сразу скачать етіледі, и оның барлығы сіздің памятыңызға түсіп тұра береді. Енді осы жерден екінші жолы кетті. Енді бізде үшінші жолына бізге қосымша керек болады. Ол үшін бізде Total Commander деген мына жерде тұрған қосымша керек болады. Оны Play Market'тен жүктеп алсаңыздар болады. Және де енді осыған кіреміз. Осыған кіргеннен кейін бізде память устройства. Және де память устройстводан кейін Android деген сөз тұр. Мына жерде Android'ті басу арқылы, сосын дата дегенді басасыздар, и мои приложения дегенді басасыз, и осы жерде өзіңіздің памятыңызды тазалап алсаңыздар болады. Мына жерге бізде қазір бір сөз жазамын. Экзо деп дәл осылай жазасыз. Және де поиск дегенді басып, одан кейін осы жерде табылады сізге керек емес файл. Бұның барлығы сізге ешқандай керек емес файлдар. Және де осы жерге шығасыз. И мына жерде астында сіздерге сызып барынша нақты етіп айтқым келіп тұр. Осылай жасайсыз. И осы жерді басасыз. Выделить дегенді басасыз. Сосын мына жерде удалить деген координатор мына жерде астында байқасаңыздар. Мына жерде тұр. Және де соны басасыздар. Да дейсіздер. Сонымен памятыңыздың әжептәуір бөлігі сізде керек емес заттар. Бұның барлығы керек емес сізге. Сіз қорқпаңыз, ешқандай менің фото, видео өшетте. Осы жерден енді мына жерде де мына жерде кірсек те, бұл жерде де сізге ешқандай керек емес нәрселер тұрады. Және де бұны да өшірсеңіздер, көптеген памяттеріңіз тазалатын болады. Бұның барлығы керек емес сіздерге. Және енді көреміз қазір. Негізі менікі уже 32 память гигабайт, яғни менің памятым. Мен көп тазалаймын бұл әдістер арқылы, сондықтан мен сіздермен де бөліскім келді. Мысалы, менікі қазір 32-ке толып қалған болатын. Енді қарасаңыздар, уже менде 4. Негізі менде қосымшалар өте көп. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде талай қосымшам бар. Барлығы, осы жердегі барлығы шеттен, Play Market'тен тартылғаннан кейін менде көп мегабайтты, гигабайтты осылар алып тұр. Енді оның 4 гигабайтты да мен әжептәуір нәрсеге қолдана аламын. Сіздер де қолданып көріңіздер. Егер қолдансаңыздар, астына комментарий өз ойларыңызды, қандай минус бар, қандай плюс бар, соны жаза кетіңіздер. Тағы қандай жолдарын көргіңіз келеді, соны жаза кетсеңіздер болады. Және де жастарыңызды жаза кетсеңіздер бір өтінішім, себебі мен өзімнің аудиториямның жасы, көрермендерімнің жасы қай аралықта жақсы екенін білгім келеді. Өз жасыңызды және де плюс-минус болса, соларды жаза кетіңіздер. Енді келесі кездескенше тағы сіздерге өзім қолданып жүрген күшті лайфхактармен бөлісетін боламын.